сұрасаң, ой, қазір мына вирус әтеке жасайды, бізге таратып жатыр дейді. Онда біз қайда бара жатырмыз? Бұнымен кім айналысу керек? Мемлекет. Мемлекет осыны мектеп бағдарламасында оқыту керек. Кез келген үкіметтің емханасы ма, жеке емханалар ма, толған адам, толған бала. Неге? Жаңа қалай деді, алмасын неме деді? Су жөнінде. Емнің алдында бәрі су шығару керек, сонда ем қонады деді. Солай деп айтты, иә? Мысалы үшін сен алдында маған келгенде сен вируспен ауырып алдың дейсің ба? Иммунитет әлсіз, иә? Қазір mesela қарасаң жаңа айтып жатыр да. Бәрі қазір ауырып жатыр. 10 адамның 7-еуі ма 8-і ма ауырып. Температура? Иә, температура, вирус. Тамау, Аллаға шүкір, иә? Онда иә. Бәрі ауырады. Ол неден? Елдерден бүйтіп ақырын сұрасаң, ой, қазір мына вирус әтеке жасайды, бізге таратып жатыр дейді. Енді оны білмеймін, иә? Бірақ мен енді онда саясатқа кірмей қояйын, білмеген нәрсені айтпаймын. Бірақ адам баласы бірінші өзін ойлау керек. Сол ауырып тұрған адамға қарашы, иә? Аяғында не? Шлепка. Не айтады, иә? Шлепка. Жаздық кроссовкамен тұрады, нәски деген мынада. Кеуде қалай болады? Былай дейді, ашық. Бас киім дегенді мүлдем ұмытқан қазіргі адамдар. Мына бел жабу деген, кіндік жабу дегенді мүлдем ұмытқан. Әкесі солай жүр, күнде ұрысатсың басынан жиі. Сонда менің айтайын дегенім, қараңыз. Айтайын дегенім, адам баласы бірінші үкіметтен, біреуден көрмеу керек. Не қараңыздар? Баспалдақ деп санайтын болсақ, бірінші баспалдақ мен өзімнен көруім керек қой. Көрдіңіздер ме? Сұрақ қойым керек. Күн салқындады, енді мен жаздық тәпішкемен жүруім керек қой. Адамбыз ғой, мал емеспіз ғой. Көрдіңіздер ме? Реттеуім керек. Екінші баспалдақ. Бүйтіп кете білеміз, е? Не істеуім керек енді? Біз пока медицинаны, антибиотикті айтпаймыз. Бірінші өзіміз реттеу. Өзімді зерттедім. Киім. Тамақ. Ұйқы. Көңіл күй. Күй деген сияқты бұлай жазамыз. Көрдіңіздер ме? Міне осыны біз бірінші реттеуіміз керек. Фокусты бірінші міне. Мен өзіммен айналысуым керек. Киімді реттеу керек. Күн салқындады, жаз емес, шілде емес. Қандай тамақ ішіп жатырмын? Мороженое, балмұздақ, кола, энергетик тұрып жүр, таң атпай міне балалар. Ұйқы қалай? Нешеде ұйықтауымыз керек? Алмас. 9-10. Міне, 9:30 онда біз ұйықтап қалуымыз керек. Елдерде бүйтеді, сөйтіп айтсам, ой, бізде енді түнгі 10-да басталады ғой, тіршілік дейді ғой. 3-те, 4-те кеп ұйықтаймыз дейді. Көңіл күй қайда кетті? Бәрі стресс. Иә, міне, адамдар жатады, ұйықтай алмайды. Ұйықтасайшы десең, ой, ұйықтай алмай жатырмын, ананы ойлаймын, жұмысты ойлаймын, үйді ойлаймын. Бұлай болып қалғанда TikTok 15 секундтан ол миымызды ашып қойған. Сонда біз үкіметтен, біреуден көрудің көп қажеті жоқ, ауыруды. Міне мыналарды реттеуіміз керек. Сонда біз иммунитет деген керемет болады. Бол деген немене? Иммунитет дегеніміз. Өмірлік қуатымыз. Міне. Өмірлік қуат қайдан пайда болады? Міне ғой. Мен өзімді өзім қадағалап, өзімді дамытқанда ғана болады. Ал бізге ел баламызда аяқта түк жоқ, бас киім жоқ, ішкеніміз мұздай, жегеніміз чипсы, иә? Дөнер, түскі тамақ дөнер екен елдерде. Фастфудқа отырып алған тауыққа. Оның бәрі гормон. Одан келеді тағы 10 проблема шығады. Мынаның өзі бізге 1000 проблема туындатады. Мынадан 1000 диагноз шығады.
керек болса. Көрдіңіздер ме? Сонда біз қайда бара жатырмыз? Бұнымен кім айналысу керек? Мемлекет. Мемлекет осыны мектеп бағдарламасында оқыту керек. 6-7 класста бала деген бәрі біліп тұру керек қой. Ауру қайдан келіп жатыр? Себебі неде? Суық өтті, тұмауратты. Не себеп? Кеше футбол ойнаған, футболкамен, одан кейін мұздай суды ішкен, суық өткен, болды, бүгін енді температура ыстық деген кеткен, енді жатады, скорый шақырады. Сонда мына себепті жойсаң, 100 адамның 95-і Аллаға шүкір аман есен жүре береді екен. Кез келген үкіметтің емханасына, жеке емханалар ма, толған адам, толған бала. Неге? Аналар, әкелердің мына миы дұрыс емес, сана дұрыс емес. Өздері киінбейді, бала да киінбейді. Өздері тамақ ішпейді, бала да тамақ ішпейді. Содан кейін келеді айтады, балам тамақ жемейді дейді. Біз айтамыз, сен қойдың етін жейсің бе өзің? Жоқ. Құйрық май дегенді мүлдем айтпайды, қымыз дегенді мүлдем ұмытып кеткен. Міне қазақтың иммунитеті, ұлттық код деген сонда жатыр. Ұлттық код, біз қазақпыз. Ата-бабамыз сондай қуатты тамақпен тамақтанған. Біз шөп шәләм анау мынау емес қой. Оның бәрі жақсы, бірақ біз ұлттық кодымызды жоғалтпауымыз керек. Мен кейде айтамын, пайғамбарымыз егер қазақ болған жағдайда, қазақтың ішінен шыққан жағдайда, құйрықты, қымызды сүннет қылар еді. Құйрық майды. Ол енді арабтан болғаннан кейін, адамзатқа пайғамбар болып келгеннен кейін, қара зере, черный тмин дейді. Осындай нәрселерді, ол күшті нәрселер. Соны сүннет қылды. Ішіп тұрыңдар, қан алдырып тұрыңдар деген сияқты. Ал қазақ болған жағдайда ол өзіміздің ұлттық бір біздің неміз бар ғой. Құйрық май өте керек. Құйрық май, қымыз, қойдың еті, қазы қарта, жал жая деген сияқты. Соны қолданса, айтайын, 95 адам, 100 адамнан, бәлки 99 адам сау жүруге болады, Алла бұйыртса. Сондықтан әкеше өзінің санасын реттеу керек. Бізде міне келеді суық шығару жұмыс. Адамның бәрі 100 адам келсе 99 суық. Қазір тренд болып кеткен анау, суық құйыну ма? Сен өзің содан тақтың ба? Мойындайсың? Якутияға бардың. Міне, Якутияға барып, не үшін? Көрдіңіздер ме? Сол жақтан суықты алған жақсылап тұр. Сақ моншасы деген шықты. Түстің ба соған? Міне, қанша рет түскен, мамасы да айтып отыр. Айтыңызшы апай, түсті ме? Түсті е? Түсті ғой, 2 рет. Қанша рет ол? Сіздің көргеніңіз ел 2 рет жүреді. Ол достармен барып. Сонымен мұнаның бәрі кеткен. Қай ата-бабамыз? Ойланайықшы. Сақ, ғұм, бергі түрік бабаларымыз, қазақ ата-бабаларымыз, бұрынғы батырлар, хандар. Қандай тарихи кітапта бар өзі? Айтыңыздаршы маған. Абылай, бергі, Қабанбай, Бөгенбай, арғы Керей жәнібектердің бір тарихи неде, бір кинода бар ма? Солар мұзды ойып ертіске түсіп жатқаны, Алакөлге түсіп жатқаны, Каспийге түсіп жатқан Бекет атаның, Бекет әулиенің Каспийді ойып мұзға түсіпті деген бір аңыз әңгіме бар ма? Жоқ. Қабанбай Алакөлді мекендеді. Бір аңыз әңгіме бар ма? Осы жерде қыста түскен жер екен, жазда жуынған жер дегендерде жер жоқ. Енді жараларын жазды, әскерін шомылдырды деген сөздер бар. Қабанбайлар, Шыңғысхандар. Менің барақ атамның өзі бүкіл ертіс, бүкіл шығыстың суы қолында болды, өзендері. Бір тарихи орын жоқ. Осы жерде көкжал барақ әскерімен қыстың күні шыныққан екен деген жер жоқ. Керісінше айтылады. Бір тайдың етін жеген, бір саба қымызды ішкен деген әңгімелер бар. Бұлай қарасаңыздар. Ал оның бәрі жаңағы сақ моншасы, суыққа шомылу, суықпен шынықтыру, оның бәрі далбаса шынын айтқанда. Біреудің қаңсығы, бізге таңсық болып отыр да. Көрдіңіздер ме? Міне, қазақтың түбіне жететін осы. Қайдағы бір ақпараттарға сенеміз. Шет елдің бізге әдеге жасап қойған нәрселері.
қолдан тегін қазақ өзін өзі жойып жатыр. Ұрпақсыз қалып жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Демография бізде мүлдем дамымай жатыр. Негізі санаңыздаршы, 30 жыл бұрын қанша болдық, қазір қаншамыз? Көршілес мемлекеттерді қарайық, саны бірге бір өскен. Біз қазір 40 миллионға болып кетуіміз керек болған. Жоқ, әлі 20-ға жеттік пе, жетпедік пе белгісіз. Оның барлығы тамақтану дұрыс емес, суыққа салып жатыр адамдарды, киім дұрыс емес, жаздық киіммен қыстан шығады. Көрдіңіздер ме? Адамдар ми ашып кеткен, TikTok, Instagram, кешке дейін Тұрсынбек, тағы бірдеме, ол не ол? Жарайды ол. Өзінің проблемасы. Мен өзімді қарауым керек, өзім балама қарауым керек. Денсаулығына бірінші. Біз денсаулық болғаннан кейін біз мамандығымыз. Денсаулық жөнінде өтеміз. Сондықтан әр қазақ мен жалғызым, әркім өзін сауықтыру керек. Бала шағасын сауықтыру керек. Қалай? Этно сауықтыру. Балаларымыз қалай жасады, солай жасасақ шатаспаймыз. Жаңа қалай деді, алмасын неме деді? Суық жөнінде. Емнің алдында бәрі суық шығару керек, сонда ем қонады деді. Солай деп айтты, Мысалы үшін сен алдында маған келгенде сен вируспен ауырып алдың дейсің ба? Иммунитет әлсіз, Қазір mesela қарасаң жаңа айтып жатыр да. Бәрі қазір ауырып жатыр. 10 адамның 7-еуі ме 8-і ме ауырып. Температура. Температура, вирус. Тамау, Аллаға шүкір. Онда бәрі ауырады. Ол неден? Елдерден бүйтіп ақырын сұрасаң, ой, қазір мына вирус әдеге жасайды, бізге таратып жатыр дейді.